Мен бешбармақ пісіріп жатырмын, сіздерге дайындап беремін. Мынау соның қамыры. Қамырды ысып қазір қазанға салып, етті сіздердің алдыңызға дайындап беремін. Қазір дәмін көресің. Жасай ғой қолымның. Ертең өскенде осыны өзің пісіресің, өзің жасайсың де? Асасың ба өскенде? Иә. Жарайсың, жан. Ет пісіріп әкеліп және. Дәм қойын. Дәм көрейін сізге. Көре отырсың. Бешбармақ дегеніміз қазақ халқының көне заманнан келе жатырған ұлттық тағамы. Бұны пісіру ешқандай қиындығы жоқ. Етті жуып қазанға саламыз. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып, жай отқа қоямыз. Қазан астындағы от сөніп қалмаса болды, жай отпенен 2 сағат, 2 сағат жарымда ет пісіп қалады. Ет пісуге жақындағанда картоғын ашып салып пісіреміз. Сол уақытта ет піскенше қамырын дайындаймыз. Әбден ет піскеннен кейін түсіріп алып, қамырын саламыз. Тұздығын дайындаймыз. Сосын бешбармағымыз дайын болады. Бешбармақты дайындау және оны пісіп жеу кезінде ыдыстың тек қана 3 түрін пайдаланамыз. Қазанға пісіреміз, табаққа саламыз және сорпасын кесемен ішеміз. Ал пышақты жалпы пайдаланбасақ та болады. Етті қолмен жұлмалап жей беруге болады. Тағамның бешбармақ аталуы да сондықтан.